Тізе буыны өте осал буын. Жас өспірімдер мен қарттарда мәселелер туғызуы мүмкін. Биіктікке сәйкес салмақты, дұрыс, ұстау өте маңызды. Жас өспірімдерде жарақаттар болса, оларды міндетті түрде шешу керек. Егер оларды шешсеңіз, көптеген мәселелерді шеше аласыз. Егер оларды шешпесеңіз, болашақта көптеген басқа мәселелерге тап боласыз. Қазіргі уақытта көптеген жағдайларда біз жартылай, бөлімді ол көреміз. Тізе буынында медиалды бөлім және латеральды бөлім бар. Егер тек бір бөлім ғана қатысса, біз әдетте толық тізе ауыстыру жасамаймыз. Біз жартылай, тізе ауыстыру деп аталатын нәрсені жасаймыз. Заманауи технологиямен, роботтық жүйемен, қазіргі уақытта біз роботтық жартылай тізе ауыстыруды күндізгі ем ретінде жасай аламыз. Егер науқас жарамды болса, қосымша аурулары болмаса, біз әлі де күндізгі ем жасай аламыз. Олар таңертең келіп, операциядан өтіп, кешке үйге қайтып кете алады. Егер науқаста қан қысымы сияқты аздаған мәселелер болса, оларды табиғи етеді. Олар тізесін табиғи сезінеді. Олар отыра алады, еңкейе алады, падмасана жасай алады, және тізе буынының көптеген табиғи қозғалыстарын жасай алады.